егер сен жаңа нәрсе біліп, өзгеріп жатсаң, және басқаларға солай сен ақыл кеңестер айта беретін болсаң, ол адамдарға сенің ақыл кеңесің мүлдем керек емес болуы мүмкін. Себебі көп адамдар әркімнің жолдары әртүрлі болады, әркімнің программасы әртүрлі, әркімнің миссиясы бар дегендей, әркім әртүрлі өмір сүреді. Сондықтан егер ақыл айтып сондай біреуге көмектескің келіп жатса, өзің өзгеру керексің. Ең бірінші кезекте өзің өзгересің, содан кейін барып басқалар саған қарап өзгереді. Бір адам миллиондаған адамды даже өзгерте алады. Мысалы Майкл Джексон деген сияқты. Бірақ енді сіз тек қана басында бастаған кезде өзіңізді өзгерте бастайсыз и басқаларды мүлдем өзгертуге тырыспайсыз, тек қана өзіңізге қарайсыз. Басқалар қалып қойса да, басқалар бірдеңке істей алмай жатса да, басқалар сен сияқты болмаса да, мысалы подругаларың, оларға мүлдем мән бермейміз, тек қана өзіңнің дамуыңды ойлайсың. Өзіңнің дамуың не үшін керек? Сенің более мықты версияңды көру үшін, өзіңнің ішкі жан қалауың солай болып тұрса, яғни сен солай өзің дами бересің. Ал бірдеңкені оқып алып, біреуге соны ақыл қылып айтып отыр, ол қате. Ол деген дәлелдеуге тырысу, өзіңнің күшті екеніңді самоутверждация ету деп аталады.